Рахим, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Оразаға байланысты мынандай сұрақтар қойылып жүр. Сәресіне ұйықтап қалған адам оразаны қалай ұстайды? Сәресіне ұйықтап қалған кісі негізінде тұрып, мысалы үшін таң намазына тұрған болса, таң намазын оқып, ары қарай ештеңе жемей, ішіп жемей, оразасын ұстап кетуге тиіс болады. Өйткені бұл фарз оразасы. Фарз оразасы болғаннан кейін ол қалайда сол күні ораза ұстау керек болады. Кейде шыны керек сұрап жатады. Таңертең сәресіге тұра алмай қалуы мүмкін. Кешке аузымды бекітіп жатсам бола ма дейтіндер бар. Иә, болады. Бірақ берекеттен құр қаласыз. Ауыз бекітсеңіз болады. Түнгі сағат 12-ден ба аузын бекітіп алып ұйықтадыңыз жатып, таңертең таң намазға бірақ ояндыңыз. Сәресіге тұрмадыңыз. Рамазан оразаңыз қабыл ма? Иә, қабыл иншалла. Бірақ неден құр қалдыңыз? Берекеттен құр қалдыңыз. Бауырлар, онда берекет жіберіп алмайық. Оның сондағысы, бірақ ай уақыт арасы өте лезде өтіп кетеді.